Ешкім сөзінің мағынасы. Баяғыда бір қала әкімі халық көп жиналған орынға барып, жұпыны киінген бір кісіге «Сен кімсің?» депті менсінбеген кейіппен. Әлгі кісі «Мен кім болушы едім? Мен ешкім емеспін» дейді. Жауабын түсінбеген әкім «Ешкім несі?» депті таңданып. Шіреніп тұрған әкімнің өзінен «Ал өзің кім боласың?» деп сұрайды әлгі адам. Әкім «Мен мына қаланың әкімімін» дейді паңданып. Қарапайым адам сұрақты әрі қарай жалғастырып, «Одан кейін кім боласың?» дейді. Әкім «Бәлкім бұдан кейін үлкен қаланың әкімі болармын» дейді. «Ал одан кейін кім боласың?» «Патшаның ең сенімді уәзірі боламын» дейді. «Ал одан кейін ше?» «Бәлкім патша болармын» дейді әкім. «Одан соң кім боласың?» дейді қарапайым адам қаттырақ дауыспен. «Сосын ба? Сосын не болушы едім?» «Ешкім» деп күмілжиді әкім. Осы уақытты күтіп тұрған қарапайым жан «Мен сенің болашақта жететін ешкім мақамында қазір жүрмін» деген екен. Хиссадан не түсіндік? Егер Алла тағала бізден «Маған тиесілі нәрсені өзіме қайтарып беріңдер» деген болатын болса, өздеріңе тиесіліні ала беріңдер десе, жанымызда нені қалдырар едік? Ән айтып халықтың ықыласына бөленіп жүрген жұлдыз әншілер не істеді? Дауысты да, дарынды да берген Алла емес пе? Алла берген әншілік қабілеті болмаса халықтың қошеметіне бөлене алар ма еді? Ал дүниесімен масаттанып жүрген байлар ше? Атағынан ат үркетін ақын жазушылар ше? Оларға ақылды, ақындықты, денсаулықты, жарық дүниені, тегіс ауаны, сәттілікті, шабытты берген кім? Әрине Алла. Мұндай сұрақты әр пенде өзіне қоюы керек. Мына пәнеде ешкім мәңгілік емес. Олай болса, ерте ме кеш пе әркім ешкім емес екенін мойындайды. Ендеше қазірден бастап жаратқанның құлы екенімізді, Алланың қолдауынсыз ешкім екенімізді білуге тиіспіз. Ешкім мақамына жетіп, бәрін көріп біліп, өлуіміз немесе өшуіміз шарт емес.